Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Ақсу Жаямұса атындағы жоғары көпсалалы колледжінің оқытушысы Калиева Айгүл Амангелдіқызы. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы менің мамандығым, мамандық таңдау, маңызды іс. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың мамандық жайлы білімдерін кеңейту, сөздік қорларын арттыру, мамандығын ерекшеліктеріне ажырата білуге бағыт беру. Мамандықтың бірнеше классификациясы бар. Олар: адам адаммен байланысты, адам белгілі жүйе, адам табиғат, адам техника, адам көркем сөз образы. Енді бізге келетін болсақ, біз сіздермен біздің мамандығымызға байланысты адам және техника бағытына жатамыз. Жалпы әлемде 10 мыңнан аса мамандық бар. Ал оған арнаулы мамандықтар мен басқаша да қосымша маман түрлерін қосып санағанда 50 мыңнан асады. Ол үшін мамандық әлемін оқып үйрену керек. Мамандық алудың 5 баспалдағын жоспарлау керек. Арман, тілек, көз жеткізу қажеттілік, жоспарлау, әрекет, игеру. Мамандық сенің денсаулығыңа, физиологиялық және психологиялық күйіңе, білімінің сапасы мен деңгейінің дайындығына байланысты екенін айтамыз. Сондықтан да мамандық таңдар алдында мен жасай аламын ба, менің қабілетім бар ма деген сұраққа жауап беру керек. Енді сіздерге келетін болсақ, біз электромеханик мамандығын таңдадық. Сол электромеханик мамандығына бармас бұрын біз өзімізге осындай сұрақтарды қойған екенбіз. Мен жасай аламын ба, бұл менің қабілетім бе? Жалпы мамандық таңдау ол қызығушылыққа, бейімділікке, қабілеттікке байланысты. Қызығушылық қалай пайда болады? Қызығушылық сол мамандықты ұнату, ата-ана мамандығына еліктеу, өмірге көзқарасының болуы. Яғни, сіздер электромеханик мамандығын таңдағанда, сіздерде көптеріңізде осы мамандықтың қызығушылығына байланысты мамандығыңызды таңдадыңыздар. Біреулеріңіз жаңағы ата-ананың жолын қуамын деп, жалғастырамын деп, осы мамандықты таңдадыңыздар. Біреулеріңізге жалпы электромеханик мамандығы ұнайды, сол себептен таңдадыңыздар. Ал бейімділік деген не? Бейімділік ол ата-ана жолын қуы, орындау икемділігі, мамандықты игеруге құштарлық. Яғни сіздердің осы мамандыққа құштарлықтарыңыз. Қабілет деген не? Бұл сұраққа жауап берердің алдында біз сіздермен жалпы қабілет. Қабілет ол адамға туа біткен қабілет пе, әлде қосымша алынған қабілет пе? Осыған жауап берейік. Қабілеттің түрлері бірнеше түрлері болады. Жалпы енді осы анықтама беретін болсақ, қабілет ол туа біткен талант, өзіндік ізденіс, үйренуге талпыну. Яғни, біреулеріңізге туа бітсе бұл талант, біреулеріңіз өздеріңізді іздену арқылы осы қабілетті дамытасыздар. Немесе, мысалы, кез келген қабілетті алатын болсақ, мысалы, электромеханик мамандығын алатын болсақ, жалпы электромеханика ол екі саламен тығыз байланысты, энергетикамен және механикамен. Сіздерде егерде осы екі қабілет бар болатын болса, сіздерде әрине білімді, білікті маман иесі болатына күмәніміз жоқ. Қазіргі заманда жоғары білімі бар маманға қандай талаптар қойылады? Біздің 21 ғасырдың мамандарына міндетті түрде ол компьютердің білуі, бірнеше тілді, соның ішінде ағылшын тілін білуі, адамдармен қарым-қатынас жасай білуі, өз тауарын, қызметін өткізе білу, тез шешім қабылдап бастамшылық жасау, үнемі білім алуға, қайта оқуға бейімділік. Яғни жоғары айтылған сіздерде жаңағы бейімділік, қабілеттілік деген қасиеттерге келетін болсақ, адам баласы өзін өзі жан-жақты жетілдірсе, кез келген жерде тез шешім қабылдап, өзінің жаңағы алға қарай ұмтылуына қабілеті болатын болса, сонда ғана жаңағы ол осы 21 ғасырдың заманына сәйкес маман иесі болады. Мамандық таңдау факторлары. Яғни мамандық таңдауға бізде түрлі факторлар әсер етеді. Солар, ол әрине отбасы, мұғалім,
Досымен бірге сіздер ақылдасасыз мүмкін. Мысалы, біздің колледжге оқуға түскенде досыңыз барды, сізде осы мамандыққа түстіңіз. Оқиғаның әсер етуі, тәжірибенің болуы және беделі мен қабілеті. Құрметті студенттер, мен жаңағы осы бірінші торшада отбасы, семья, family деп бекер жазған жоқпын. Сіздердің мақсаттарыңыз білікті маман иесі болу үшін бірнеше тілді білу керек, Сол үшін сіздердің мақсаттарыңыз берілген негізгі жаңағы факторларды 3 тілде жазып алуларыңыз тиіссіздер. Мен біріншісіне сіздерге мысал келтірдім. Қалғандарын өздеріңіз дәптерде жалғастырып, маған сосын орындап жібересіздер. Мұғалім қабілеті, беделі, тәжірибенің болуы, оқиғаның әсер етуі және досыңмен бірге болуы. Осы факторларды 3 тілде жазып жібересіздер. Енді келесі бізде бұрыннан келе жатқан мамандықтар бар. Әрине, ол бірінші мұғалім, дәрігер, құрылысшы, сылаушы, бухгалтер, экономист, инженер, заңгер, адвокат. Енді біздің 21 ғасырға жаңадан пайда болған мамандықтар ол маркетолог, бизнесмен, менеджер, дизайнер, программист, аниматор, администратор, агент, нотариус, эколог, банкир. Сіздердің мамандықтарыңыз, құрметті студенттер, қай жаңағы бағанға жатады? Бұрыннан бар мамандықтарға ма, әлде жаңадан пайда болған мамандықтарға ма? Жалпы мамандық таңдау өте жауапкершілікті және маңызды іс. Мамандық таңдауда әр адам өзінің қызығушылығына, қабілетіне, бейімділігіне, қалауына сүйену керек. Қазіргі таңда мамандықтың түрі өте көп. Таңдау жасау оңай емес. Ең бастысы адам еңбекке қабілетті, зейінді болу қажет, және оның мамандығы өз өскен ортаға маңызды, бағалы, үлес қосатындай болуы шарт. Мына мәтінге назар аударыңыздар. Бұл мәтіннен қызығушылық, қабілет, бейімділік сіздердің жаңағы алдыңғы слайдтарында айтылып кеткен бұл сөздер. Естеріңізге сақтаңыздар. Сонымен қатар зейін деген сөз және үлес қосатын деген сөздерді дәптерлеріңізге жазып, сөздіктерді құрастыра беріңіздер. Келесі мәтінге алатын болсақ, әрине мамандық таңдағанда сіздер негізгі факторларды ескере отырып, өздеріңіз менің мамандығым электромеханик, осы мамандыққа біздің колледжге келдіңіздер. Жалпы бұл электромеханик мамандығы неге талап етеді? Бұл аса жауапкершілікті және қажет ететін мамандық, күн сайын ізденуді талап етеді. Яғни сіздер бір орында отырмай, берілген білімдеріңізді арман қарай дамытып, жетілдіріп отыруларыңыз керексіздер. Неге? Өйткені электр энергиясы саласындағы өзгерістер күн санап қарқында алуда. Яғни электр энергия саласы күннен күнге дамып келе жатыр. Әрбір маман өзінің кәсіби деңгейіне қарамастан техника жұмысымен, техникалық нысанмен және технологиялық үдерістермен жұмыс істей алу керек. Сол себептен техникаға деген сүйіспеншіліктің болуы шарт. Техникалық икемділік ойлау, аңғарыштық, көз мөлшері негізгі орындар алады. Бұл жұмыстың жауапкершілік деңгейі өте жоғары. Себебі жұмыс нысаны адам өмірімен тікелей байланысты. Яғни сіздер жай ғана электромеханик емессіздер. Сіздер техникаға жақын адамсыздар. Техника жұмысымен, техника нысанымен. Енді келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Бұл тапсырмада мәтінді менің мамандығым электромеханик атты мәтінді көшіріп аударасыздар. Берілген мәтінге тірек сызба құрастырасыздар. Бұл мәтінге сөзді құрастырасыздар. Яғни мен алдында айтылып кеткен сөздермен қатар осы мәтіннен негізгі кілтті сөздерді теріп алып, сөзді құрастырасыздар. Және мамандық сөзіне синонимдік қатар құрастырыңыздар. Мына сөздіктерді пайдаланып, әрине, сіз мәтінді аударасыздар. Мамандық, жауапкершілік, күн энергиясы, кәсіби деңгей, икемділік. Орындап болғаннан кейін біздің жаңағы грамматикалық тапсырмамыз ол күрделі сөздер. Жалпы күрделі сөздер 4-ке бөлінеді. Тіркес сөздер, біріккен сөздер, қос сөздер, қысқарған сөздер. Оны мектеп бағдарламасында сіздер алдында өткенсіздер. Енді тіркес сөздерге
мысал келтіріп, біріккен сөздерге мысал келтіресіздер, қысқарған сөздерге мысал келтіресіздер және қос сөздерге мысал келтіресіздер. Мәтінде егерде бұл сөздер бар болатын болса, мәтіннің ішінен теріп, осы бағандарға толтырыңыздар. Келесі, көп тілді білу мақсатында берілген жаңа сөздерді мамандық, энергия, мақсат, икемділік, электромеханик, сала, деңгей, бейімділік, зейін деген сөздерді орыс тіліне, ағылшын тіліне аударып, бағанға жазыңыздар. Сіздер білесіздер, білікті маман иесі болу үшін біз сіздермен тек қана өз мамандығымызды емес, сонымен қатар үш тілді де біліп игеруіміз керекпіз. Жазып болсаңдар, бүгінгі біздің жаңағы сабағымыз қорытындылай келе, еңбек етсем, ертеңгі бақытыма сенемін, мақсатыма жеткізер уақытыма сенемін, достық іспен қасты да жеңеріме сенемін, арым таза, ақ көңіл адалдыққа сенемін, абыройлы, ақ ниет адамдыққа сенемін. Осы жақсы сөздермен бүгінгі сабағымызды тамамдаймыз. Сіздерге жаңағы достық, ақ көңіл, абыройлы, ниеттеріңіз ақ болатындай етіп маман иесі болуларыңызға тілектеспін. Осы маман электромеханик мамандығына тамамдап, білікті маман иесі болыңыздар. Сабағымыз осымен аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.